Ақымақ марғау. Удмурт халық ертегісі. Баяғыда бір мысық пен оның марғауы өмір сүріпті. Марғау көп кішкентай ақымақ болыпты. Күндердің бір күнінде шатырдан күннің сәулесін көріп қалады. О, не де болса, бұл бір дәмді тағам шығар, деп ойлаған марғау сол сәулені ұстап алуға шатырға шығыпты. Шатырға әрең шығып отырғанда қайдан пайда болғаны белгісіз торғай ұшып шығыпты. Жоқ, одан да бірінші осы торғайды жеп алайын. Кейін әрі қарай жұмысымды бітірермін, деп ойлаған марғау торғайдың артынан тап беріпті. Бұны көрген торғай ұша жөнеліпті. Ал марғау болса, жерге құлап түсіп, денесін қатты ауыртып алыпты. Сол кезде марғауын тыныштандырғысы келген мысық бұлай депті: сенің жұмысың тек тышқан аулау. Марғау анасының ақылын тыңдап, оны еш уақытта ұмытпауға сөз беріпті. Осылайша бір күнді бір күн қуалап, талай уақыт өтіпті. Күндердің бір күнінде марғау орманнан тышқан ұстап алып, олжасын анасына көрсету үшін аузына қапсыра қысып, үйіне әкеле жатыпты. Жолда оған бір таяқ арқылы өзеннен өту керек болыпты. Осылайша өтіп бара жатып, судан өзінің көлеңкесін көріп, ойланып қалыпты. Мен одан да судан көрген марғаудың тышқанын тартып алайын. Тышқанды ұртынан шығарып жіберіп, суға бір-ақ сүңгіпті. Әрине, көлеңкесін қайдан ұстасын? Ақырында өз жанын зорға аман алып қалыпты. Малмандай су кір қожалақ қалпында анасына келіпті. Бірақ мысық оған енді басу айтпапты. Керісінше, жақсылап ұрсып, оның тек тышқан аулаумен шұғылдану керектігін, көзге көрінгеннің барлығының артынан жүгіре бермеу керектігін түсіндіріпті. Марғау сол уақыттан бері анасының ақылын бір сәт естен шығармапты. Кішкентай тышқан баласының үлкен саяхаты. Ескимос ертегісі. Бір күні кішкентай тышқанның баласы саяхатқа шығады. Тышқан әжей оған жолға шелпек пісіріп, інінің аузына дейін шығарып салады. Тышқанның баласы таң ертең ерте шығып, кешке таман қайтып келеді. О, әжетай,
деп айқай салды тышқанның баласы. Мен тундрадағы ең мықты, бәрінен де епті, бәрінен де батыл екенмін ғой. Алайда мен мұны осы уақытқа дейін білмей жүріппін. Сен мұны қайдан білдің? Деп сұрады әжесі. Міне бұлай, деп баяндауға кірісті тышқанның баласы. Мен үннен шығып жүре бердім де теңізге келдім. Теңіз өте үлкен, үстінде толқындар ойнап жүр. Алайда мен қорықпадым. Суға секіріп түсіп, теңізді жүзіп өттім. Керемет жүзу білетініме өзім де таң қалдым. Сенің айтып тұрған теңізің қай жерде? Деп сұрады әжесі. Біздің інімізден шығысқа қарай, деп жауап берді тышқанның баласы. Білемін ол теңізді, деді әжесі. Ол жерде жақында бұғы өтіп бара жатып, аяғымен жерді теуіп қалған. Содан сол ізінде су жиналған. Олай болса, әрі қарай тыңда, деді тышқанның баласы. Мен күнге кептірініп, әрі қарай жүрдім. Қарасам, өте биік тау тұр. Оның үстіндегі ағаштар бұлтқа дейін жетіп тұрды. Тауды айналып өтпеймін деп ойладым да, жүгіріп келіп секірдім. Сөйтіп таудан секіріп өттім. Соншалықты биік секіретініме өзім де таң қалдым. Сенің тауыңды да білемін, деді әжесі. Су бар шұңқырдың ар жағында төмпешік бар. Оның үстінде шөп өсіп тұр. Тышқанның баласы күрсінді де әрі қарай әңгімесін жалғастырды. Әрі қарай жүре бердім. Қарасам, екі аю төбелесіп жатыр екен. Ақ аю мен қоңыр аю. Аюлар ақырып, бір-бірінің сүйектерін сындырып жатыр екен. Алайда мен қорықпадым. Олардың арасына түсіп, екеуін екі жаққа ажыраттым. Бір өзімнің екі аюға шамам жеткеніне өзім де таң қалдым. Әжесі ойға шомды. Содан кейін былай деді. Сенің аюларың ақ күйе көбелек пен шыбын ғой. Осы кезде тышқанның баласы қатты жылап жіберді. Ай, сонда мен мықты да, епті де, батыл да емес екенмін ғой. Тұяғызын жүзіп өтіп, төмпешіктен секіріп, күйе көбелек пен шыбынды екі жаққа ажыратқан екенмін. Бар болғаны сол-ақ. Ай! Алайда әжесі күліп жіберді де былай деді. Сен сияқты ақымақ кішкентай тышқан баласы үшін тұяқ ізі теңіз, төмпешік тау, күйе көбелек пен шыбын да аю. Егер де сен осының барлығынан қорықпасаң, онда сен шынымен де бүкіл тундрадағы ең мықты, барлығынан да батыл әрі епті болғаның. Батыр көжек. Тәжік халық ертегісі. Орманда
бір көжек дүниеге келіпті. Ол барлық нәрседен қорқады екен. Шыбық сынып кетпейді ме екен? Құс қанатымен қағып кетер ме екен? Не болмаса, ағаштың үстіндегі қар түсіп кетеді ме екен? Көжек қорыққанынан қалш-қалш етіп дірілдеп жылапты. Көжек осылайша бір күн, 2 күн, 1 апта, ақырында 1 жылға дейін қорқақ болып жүре беріпті. Алайда ол есейе салысымен батылданыпты. «Мен ештеңеден де қорықпаймын», деп айқайлап, орманның ішіне кіріпті. Сен не бадырақ? Қасқырдан да қорықпаймысың? Деп сұрапты одан басқа көжек. Қасқырдан да қорықпаймын, түлкіден де, аюдан да қорықпаймын, деп жауап берді батыл көжек. Көжектің осындай қайсарлығына ормандағы барлық көжектер таң қалыпты. Ал батыл көжек болса, өзін өзі одан сайын мақтан тұтып, тағы да былай деді. Егер де орманнан қасқырды кездестіріп қалсам, онда оны сол сәтте өзім ақ жеп қоямын. Өй, сен сондай ақымақ екенсің ғой, деді оған бір қоян. Сол сәтте шынымен де қасқыр келіп қалды. Ол орманда азық іздеп көп жүріп әбден шаршаған еді. Қоянды кездестіріп қалсам жақсы болар еді, деп ойлап келе жатқан болатын. Сол кезде ол күтпеген жерден қоянның шыңқ-шыңқ еткен даусын естіп қалады. Қасқыр тұмсығымен искелеп, ақырын көрінбестен алдыға қарай жүре береді. Қасқыр ойнап жүрген көжектерге жақын келіп, өзін мазақ етіп тұрған қылый көзді, шолақ құйрықты көжекті көреді. Тұра тұр, мен саған көрсетемін, деп қасқыр ішінен айтты да, батырмын деп мақтанып тұрған көжекке мұқият қарады. Ал батыр болса, өзінің мадағы жақсы естілсін деп, бір ағаштың түбіріне шығып алып, былай деп айғайлайды. Әй, қорқақтар, маған құлақ салыңдар, мен сендерге бір қызық нәрсе көрсетемін. Мен. Осы сәтте ол нағыз қасқырды көріп қалды да, демін ішіне тартып, сөйлей алмай қалды. Ол кенеттен қорыққаннан қасқырдың тура басына үнсіз құлап түсті. Сосын өз-өзіне келіп, тез арада басқа жаққа қаша жөнелді. Оның қатты жүгіргені соншалықты шаршап қалады. Қорққаннан ол, қасқыр әлі де қуып келе жатыр, және қазір тап береді, деп ойлайды. Ақырында шаршағаны сондай, көжек аяқтары
қозғалудан қалды. Әбден қалжыраған ол көзін жұмып тұрып бұтақ түбіне құлап түседі де, қасқырдың өзін не үшін ұстап алмағанына таң қалады. Ал қасқыр болса, басына көжек құлап түскен сәтте біреу мылтық атқандай болып көрініп кетеді де, қорыққаннан алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Көжек бұта түбінде демін алып, көзін ашып, жан-жағынан қасқырды байқамаған соң, одан әрі батылданып, басқа көжектерге қарай жүгіре жөнеледі де, былай деп айғайлайды: «Міне көрдіңдер ме? Мен сендерге қасқырдан да қорықпаймын деп айтпадым ба?» Қасқырдан тығылып қалған көжектер бас сауғалаған жерлерінен шығып, қайран қалып, қуаныштан қоянды айнала жөнеледі. Тышқанның баласы мен сиқыршы. Үнді халық ертегісі. Бір күні бір сиқыршы жолдан тышқанның баласын тауып алады да, оны лашығына алып келеді. Оған тамақ, су беріп асырайды. Тышқанның баласы сиқыршыға қатты риза болады. Алайда бір күні кішкентай тышқан ойнап жүріп, үлкен мысықты көріп қалады. Дереу лашығына зып беріп кіріп, бір бұрышқа тығылып қалады. Бұны байқаған сиқыршы: «Неден қорқып кеттің?» деп сұрайды. «Мен сырттан дәу мысық көрдім. Содан қатты қорқып тұрмын», дейді тышқанның баласы. Сиқыршы біраз ойланып тұрады да, былай дейді: «Жақсы, онда мен сені енді мысықтан ешқашанда қорықпайтындай етейін». Келесі таңда тышқанның баласы мысық болып оянады. «Енді сен мысықтан қорықпайтын боласың. Сен де мысықсың», дейді сиқыршы. Риза болған мысық тышқан лашықтан жүгіріп шығып, біраз ойнап, енді күншуаққа жатып, балбырап, ұйықтап алайын дегенде, тағы да алдынан мысықты көреді. Байқұс өзінің тышқан емес екенін ұмытып, қайтадан лашыққа қарай жүгіре жөнеледі. «Сен тағы бірдеңеден қорықтың ба?» деп сұрайды сиқыршы. Мысық тышқан ұялып кетіп, өтіріктен: «Мен орманнан итті жолықтырдым. Ол мені қуалады», деп айта салады. «Жатып ұйықта, ертең сен иттерден қорықпайтын боласың», дейді сиқыршы. Ертесі мысық итке айналып оянады да, үріп орманға қарай жүгіре жөнеледі. Ол жақын маңдағы ағашта отырған мысықты көреді. Мысық пысқырып, табандарын көтеріп, қатты мияулайды. Мұны көрген ит тышқан
өзінің ит екенін ұмытып, қорыққаннан лашыққа тығылады. «Ал бұл жолы неден қорықтың?» деп сұрайды сиқыршы. «Мен жолбарысты кезіктірдім», дейді ол мысықтан қорқып кеткені үшін ұялып. «Жақсы онда, ертең сен жолбарыс болып оянасың». Таң ертең жолбарыс орман ішіне қарай маңғаздана бет алады. Бұл жолы да мысықты байқайды. Мысық та жолбарысты көріп қалады. «Мен құрдым», деп ойлайды мысық. «Жолбарыстан қашып құтыла алмаспын». Ал кеудесінде кішкентай тышқанның жүрегі соғып тұрған жолбарыс мысықты көріп тағы да лашыққа тығылып, қорыққаннан тістері тістеріне тимей, ең түпкі бұрышқа тығылып алып, сонда жатады. «Біздің орманда жолбарыстан да мықты аң бар ма екен?» деп таңданады сиқыршы. «Бар, ол мысық», дейді кішкентай тышқан. Сол кезде сиқыршы барлығын түсінеді де былай дейді: «Кеудесінде тышқанның жүрегі соғып тұрған жолбарыс мысықтан да әлсіз болады. Кімнің кеудесінде кішкене тышқанның жүрегі соғып тұрса, сол мәңгілік кішкене тышқан болып қала берсін», деп ол жолбарысты кішкентай тышқанға қайтадан айландырып жібереді. Кішкентай қиқар піл. Африкалық ертегі. Африкада кішкентай піл өмір сүріпті. Оның қиқарлығы сондай, ешкіммен тіл табыса алмапты. Бірде бүкіл піл отбасы серуендеуге жиналады. «Кеттік», деді піл баласына. «Бармаймын», деп жауап берді ол. «Жүре ғой», деді піл ана. «Бармаймын», деп жауап берді баласы. «Кеттік», деді үлкен бауырлары. «Бармаймын», деп жауап берді кішкентай піл. «Онда сенсіз ақ серуендейміз», деп пілдер кетіп қалады. Кішкентай піл қалып қояды. Жалғыз қалғанда ғана бәрімен бірге серуендеуге шықпағанына өкінеді. Үлкендердің оны ертпей кеткеніне қатты ренжиді. «Онда», дейді кішкентай піл, «мен енді піл болмаймын». Кім болсам екен деп ойланады. Осылайша арыстан баласы алан болуды шешеді. Кішкентай піл жерге жата қалып, 4 аяғын аспанға көтеріп, олармен ауада серпіп ойнай бастайды. Тура алан болып шыға келеді. Кенеттен қасынан үркек қара құйрық жүгіріп өтіп бара жатады. Ол бір сәтке тоқтап, кішкентай пілге қарап, қорқып кетеді де зулай жөнеледі. Жіңішке аяқтарын лақтырып,
мүйіздерін ерсілі-қарсылы шайқай жүгіреді. «Мен де қарақұйрық боламын!» деп айқайлап, кішкентай піл қарақұйрықтың артынан секіре жөнеледі. Оның құлағы желдегі банан жапырақтары сияқты дірілдеп, жуан аяқтары біріне бірі шалынысып кете барады. Көп ұзамай секіре бергеннен оның бүкіл денесі ауыра бастады. Қарақұйрық болғанның еш жақсылығы жоқ екен, деп ойлады кішкентай піл. Осы кезде ол кесірткені көреді. Кесіртке ағаштан салбырап тұрған шырмауықта отыр екен. «Қайырлы күн!» деді кішкентай піл. «Қалың қалай?» «Нашар!» деп жауап берді кесіртке. «Балаларымды немере ағаларым мен кішкентай қолтырауындармен ойнап келсін деп өзен жағасына жіберіп едім. Қолтырауындар ойынға беріліп кетіп, балаларымды байқаусызда жұтып қоймаса екен деп қорқып отырмын. Мен де сенімен ойнағым келеді, деді кішкентай піл. Мен қазір шырмауыққа шығып аламын да, содан соң екеуміз бірге шайқаламыз. Жоқ айналайын, деп кесіртке шаңқылдай жөнелді. Неге? Деп кішкентай піл ренжіп қалды. Сен менімен ойнағың келмейді ме? Әрине қаламаймын. Біріншіден, мен балаларыма алаңдап отырмын. Екіншіден, сен тым ауырсың, және менің шырмауығым шыдамай үзіліп кетеді. Үшіншіден, қош бол. Кішкентай піл көзін ашып жұмғанша кесіртке жапырақ арасына жылп етіп кіріп, құйрығын бұлғаңдатып, көзден ғайып болды. Керек еді маған осы кесіртке, деп кішкентай піл пысқырып қалды. Мен өзіме жақсы дос тауып алармын әлі. Ол әрі қарай жүруін жалғастырды. Кішкентай піл алаңқайда ойнап жүрген маймылдарды көріп қалды. Олар бірін-бірі қуып жүрді. Міне, бұл маған лайық ойын, деді кішкентай піл. Сендермен ойнауға бола ма? Кел ойна, деді маймылдар жамырай жөнелді. Дауыстарының ащылығы сонша, кішкентай пілдің құлағы бітіп қалды. Есін жиып үлгерместен маймылдар онымен ойнай кетті. Бұл бір керемет ойын болды. Маймылдар оның құйрығынан ұстап, тұмсығынан тартып, құлағын жұлмалады. Арқасына мініп, ішін қытықтап, ырға-жырға болды. Ал кішкентай піл қанша тырысса да бірде-бір маймылды қолына түсіре алмады. Көп ұзамай кішкентай пілдің күші әбден сарқылды. Маған маймыл болған ұнамайды, деп қаша жөнелді. Ал маймылдар пілге ұзақ күлді. Кішкентай піл осылайша келе жатып бұтақтан бұтаққа секірген тоты құсты көрді. Тоты құстың түсінің алуан түрлілігі сонша, пілдің көзі бұлдырай бастады.
Мен енді не істеу керектігін білемін, деп кішкентай піл қуанып кетті. Мен ұшамын. Баста, ал мен тамашалайын, деп жауап берді тотықұс. Кішкентай піл қанша секірсе де ұшып кете алмады. Ол жерге құлап, аяғын ауыртып алды. Кәрі тотықұс басын бір жағына қисайтып, көзімен оған мысқылдап қарады. Бұл жер жүгіріп, екпін алуға тарлау екен, деді ұялған кішкентай піл. Мен саған қайда жүгіруге болатын көрсетемін, деп тотықұс жұбатқандай болып кішкентай пілді өзен жағасындағы жартасқа апарды. Қара, міне, деді кәрі сайқымазақ. Жартасқа жақындап келіп, секірді де ұшып кетті. Кішкентай піл де жартасқа жақындап, ол да секірді. Осылайша суға шалп ете қалды. Үсті су болып, балшық пен балдырға малынып, кір-кір болып жағалауға шықты. Шыққан кезде жан-жағына қараса, жанында піл әкесі, піл анасы және піл ағалары тұрғанын көрді. Барлығы оған үнсіз қарап тұр екен. Кішкентай піл ұялып кетті. Мені серуендеуге алыңыздаршы, деді ол. Мен енді тек қана піл боламын. Бүкіл піл отбасы серуендеуге аттанды.